Ертеде қызыл телпек деген қыз болыпты. Бірде оған анасы: «Қызым, әжеңе барып, бір себет базарлық апарып бер» деп әжесінің үйіне жібереді. Қызыл телпек орман арқылы созылып жатқан соқпақпен жолға шығады. Ал бұл орманда қатыгез сұр қасқыр мекендейтін. Қыз бұл туралы ештеңе білмегендіктен қорықпай жолға шыққан болатын. Жолда қызыл телпектің алдынан сұр қасқыр кезіге кетеді. «Қайда, не үшін бара жатырсың?» деп сұрайды. Қыз оған бар жайды баяндап береді. Оның әжесінің қайда тұратынын сұрап алып, қасқыр асығыс қоштасып, орман ішімен жорта жөнеледі. Қандай сыпайы қасқыр! Елдің бәрі бұдан сонша неге үрейленіп қорқады екен, а? Қызық, деп ойлады қыз. Ал қасқыр осы кезде қысқа жолмен жолын қысқартып, әжейдің үйіне жетіп, есігін қағады. Әжей қаққан есіктің дыбысын естіп: «Бұл кім?» деп сұрайды. «Мен сенің немерең қызыл телпекпін», деп сұр қасқыр жауап қатты. «Кішкентайым, менің жіпті тартсаң, есік ашылады». Жіпті тартқаны сол еді. Есік ашылды да кетті. Сұр қасқыр үйге баса көктеп кіріп, әжейді қылғытып жұтып алады. Өзі төсегіне шығып, көрпені бүркеніп жамылып, қызыл телпектің келуін күте бастады. Біршама уақыттан соң қызыл телпек келіп есікті қағады. «Бүлдіршінім, менің жіпті тартсаң, есік ашылады», деді сұр қасқыр қырылдап, қарлыққан даусымен. Қызыл телпек үйге кіріп: «Әжетай, даусың өзгеріп кетіпті ғой», деп сұрайды. Ал қасқыр: «Салқын тиіп ауырып қалдым, оған көңіл аударма», деді қызыл телпек қасқырдан. «Әжетай, сенің көзіңе не болған?» деді таңырқаған күйде. «Сені жақсы көру үшін». «Ал тістерің неге үлкейіп кеткен?» дейді. «Бұл сені тез жеп қою үшін», деп қасқыр қызыл телпекті бірақ асап жеп қояды. Сол кезде жақын маңда жүрген аңшы ұшуды естіп, әжейдің үйіне жүгіріп кіреді де, қасқырдың қарнын жарып, әжесі мен қызын алып шығады. Аман есен қалған әжесі мен қызы аңшыға алғыс айтады. Осыдан кейін қызыл телпек бейтаныстарға сене бермей, сақ жүретін болыпты.